Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі менің видеом көптен көпшіліктің сұрауында жүрген қатты сұраныста менің инстаграм парақшама күнде жазып жатады. Осы ірімшіктің рецептін салыңызшы, ірімшіктің рецептін беріңізші деп. Мынау бірінші жағып жатқан сұйық май. Біз бірінші сүтті пісіретіндіктен сұйық майды мен міндетті түрде жағып аламын. Міне осылай бар кастрюлемнің сүт құятын жерінің бәріне жағып аламын. Так. Ал қыздар, мынау қаймағы ажыратылған аврат сүтіміз. Жаңа тартып келдім. Міне таңертеңгісін тартып келдім. Қаймағы әбден ажыратылған сүт. Осы сүтті міне до конца жанып тұрған газге қоямыз. Енді әркім әрқалай, біреу қазанға пісіреді, біреу газге пісіреді. Мен енді газге пісіремін. Міне қойдым. Сүт әбден пісуі керек. Піскенін күтеміз. 5-10 минутта піседі. Достар, сүтіміз міне пісті. Оны еще гауһар тасып алдық. Кішкене тоқтатып қойып газымды жуып алдым арасында. Міне. Так. Енді мынадай ұйыған айранды осыған саламыз. Сұйық болса құямыз, менікі қою айран, міне саламыз. Неғұрлым мен айранын көбірек салам. Аз салынған айран тез үйтіп болмайды. Сондықтан айраныңыз мол болса, айранды мол қылып құя беріңіздер. Міне. Так. Салдым. Осы айранның бәрін салып жіберейін. Айранды салдық, бірақ шайқамаймыз. Астын полный режимге қоямыз газды. Қазір ішіне салынған айранымыз өзі бетіне шығады, беті көтеріліп. Көк суы бөлініп, мына сүттің көк суы бөлініп, айранымыз үлкен мякіт болып мына жеріне шығады. Ал енді күтеміз. Жаңағы айранымыз міне осылай бетіне шығып, сүтті ірітіп жатыр. Сүттің көк суы бөлініп жатыр міне. Қайнап, қазір сәл бір 15-20 минутта әбден көк суы бөлініп, мына қою бетіне шығып, ірімшік болып қайнайды. Ал дальше күтеміз енді. Ірімшігіміз жарты жолға дейін дайын болды. Енді міне шекерін саламыз. Шекерде кейбіреу көп салады, сладкий болу үшін, кейбіреулер аз салады. Мен енді орташа болу үшін саламын. Осылай пісіп жатыр, әдемі болып. Қазір сәлден кейін, сарғайғаннан кейін мынаның бәрін аударамыз. Бір плоский болып пісіріп жатыр міне. Әдемі пісіп жатыр. Айтпақшы, мына көк суы, міне бөлініп жатқан көк суы, мынағы. Сол көк судан сары су қайнатамыз. Оның да рецептісін болашақта салатын болам, бірақ бүгінгі рецепт тек ірімшік болады. Мына көк судың өзін лақтырмаймыз, төкпейміз. Бұның өзінен дәмді шайға тістейтін, әжелер тістейтін, бұрынғы кезде әжелер жасайтын тұғын. Сондай әдемі тағам түрі шығады. Сонда қараңыздар, міне қазақтың тағамдарының құдіреттілігін қарасаңызшы. Сиырдан сүтті аламыз, қаймағын айырамыз, қаймағын бір бөлек пайдаланамыз. Сүтін айырып, міне одан ірімшік жасадық. Ірімшіктен бөлінген судан сары су жасаймыз. Сонда еш отходсыз біз сиырдың сүтін пайдалана аламыз. Міне, осылай. Мынау енді ары қарай қайнау керек. Міне ірімшігіміз дайын болды. Ірімшіктерді қазір
Мана айтып өткендей, мультиварканың пароваркасына сүзіп аламын. Үстін ауыр затпен бастырып қою керек, әрине. Пресс болып шығу үшін. Бір шаруамен кетіп қалып, әрине бұл кішкене суыңқырап қалды. Бірақ ысылай істесе, әдемі прессный ірімшік болады. Негізі прессті көп ұната бермеймін. Біз осылай кусок-кусогымен алып жегенді жақсы көреміз. Не, осы жолы менде 1 килограммнан көбірек шықты. Мынаны басқа жерге сүземіз. Так, мына осылай сүземіз. Осылай бастырамыз үстінен. Мынаны ауыр затпен бастырып қоямыз, болды. Бұл қазір 1-2 сағатта сүзіліп бітеді. Аламыз, сүзбеміз, ірімшігіміз дайын болады.